Бүгін біз сіздермен функцияның графигі тақырыбының а деңгейін есептен шығаратын боламыз. 3-те 1 есеп. Мынадай функцияның графигі мына нүктелердің қайсысы арқылы өтеді дейді. Арқылы өтеді ме дейді. Оны біз былай шығарады екенбіз. Былай анықтайды екенбіз. Бірінші нүкте -1-де 2 деген координата. Ол бірінші -1 болып тұрған ол y. Ал мынау x, мынау y координатасы. Мысалы x -1-ге тең болғанда y 2-ге тең болып тұр. Демек, біз қазір мына -1-ді мына жерге апарып қойған кезде функцияның орнына, сол кезде y тең 2-ге тең болса, y 2-ге тең болса, онда мына нүкте осы функцияның графигі арқылы өтеді деп жазатын боламыз. Сонда 3 көбейтілген x тұрған жерге ғана осы -1-ді апарып қоямыз. -1-дің квадраты. Не үшін квадрат деп атаймыз? Себебі x квадратта тұр. Азайтылған x деп тұр. Оның орнына -1-ді қоямыз. Азайтылған бізде 2 деп тұр. Енді осыны есептейміз. -1-дің квадраты 1, 1-ді 3-ке көбейттік. 3. 3-ке қосамыз, минус пен минус плюс болып кетеді. 1-ді қосамыз, азайтамыз 2-ні, сонда жауабы 2-ге тең. Сонда мына -1-ді қойған кезде, x-ге -1-ді қойған кезде, y-гіміз 2 шықты. Мына 2 мен мына 2 бірдей. Демек, иә дейміз. Өтеді. Осы графигі осы нүкте арқылы өтеді. Енді келесі b нүктесін тексеретін боламыз. 2-де 8 деген координаталы. x 2, y 8 болып тұр. Енді x-ның орнына 2-ні апарып қоямыз. 3 көбейтілген x квадрат деп тұр, мына жерде. Оның орнына 2-ні апарамыз да квадрат дейміз. Азайтылған x деп тұр. Оның орнына 2-ні апарып қоямыз. Азайтылған өзі функцияның берілгенде 2 бар. Сол 2-ні жаздық. Мына 2-ның квадраты 4, 4-ті 3-ке көбейттік 12. 12-ден азайтамын 2-ні деп тұр. Мынау 2. Одан тағы 2-ні азайтамыз. Сонда бізде 8 болды. Сонда мына 2 y бізде 1 болып тұр. Демек, өтеді. Иә. Енді с нүктесін тексерейік. 0 болғанда 3-ке тең. Яғни x тең 0 болғанда y 3-ке тең болу керек. Солай бола ма, көрейік. Үш көбейтілген 0-дің квадраты, x-ның орнына 0-ді апарып қоямыз бұл жол. Азайтылған 0, азайтылған 2. 0-дің квадраты 0, 13-ке көбейтсек те 0, 0-ден 0-ді азайттық 0, 0-ден минус 2-ні азайттық, минус 2 болады. Сонда мына 2 бір-біріне тең болған жоқ қой. Демек, өтпейді, жоқ дейміз. Енді келесі d. D нүктесінің координатасы 1-де 4 деген координата. Сонда x-і 1 болған кезде y 4-ге тең. X-ның орнына 1 қоямыз деген сөз. 3 көбейтілген 1-дің квадраты. Азайтылған 1, азайтылған 2. Сонда бізде мына 1-дің квадраты 1, 13-ке көбейттік 3, 3-тен азайтамыз 1-ді 2, 2-ден тағы да 2-ні азайтып тастадық 0. Ал сонда бізде мына y пен мынақта y 4-ге тең. А мына жердегі y 0-ге тең болды. Демек, екеуі сәйкес емес, бір-біріне тең емес. Сондықтан бұл нүкте арқылы график өтпейді екен. Бұл басқа тиісті емес екен графикке.